Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. 15 минутта дайын болатын печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Жұмыртқамызды шағып, оған 100 грамм қантымызды салып, жақсылап миксерлейміз. мл сүтімізді құямыз. 1 шай қасық ұн қосқыш және шым тұз саламыз. 100 мл сұйық майды құямыз. Ұнды аз-аздан салып, араластырып отырамыз. Міне қамырымыз дайын. Қамыр қолға мүлдем жабыспайды. Оқтаумен жайып, формамен кесетін боламыз. Осылай әдемілеп жасадым. Табаны духовкаға салып, қалған қамырды тағы да осылай дайындадым.
15 минутта печенье пісіп шықты. Бетіне әсемдеу үшін сахарная пудра септім. Печенье өте дәмді болды. Балаларыма қатты ұнады. Егер рецептім ұнаса, лайк басып комментарий жазыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.